Адам естіп білгені арқылы ғана жетілмейді. Еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Дүниеде екі нәрсе шексіз. Бірі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ біріншісіне күмәнім бар. Мен еш уақытта еш нәрсе үйретпеймін. Тек қана олардың оқуы үшін жағдай жасаймын. Ұлы ақылдылар әрқашан орташа қабілеттердің жойқын қарсылығына ұшырайды. Орташа ақылды адамдар соқыр наным сенімге бас июден бас тартып, есесіне батыл әрі шынайы түрде өз ақылын пайдаланатындарды түсінбейді. Сұрақ қоюды доғармау өте маңызды. Әуесқойлық адам баласына кездейсоқ берілмеген. Саусақ аспанға көтерілгенде ақымақ сол саусаққа қарайды. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Дін, өнер және ғылым бір ағаштың бұтақтары. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Көру мен түсіну қуанышы табиғаттың ең тамаша сыйы. Фантазия білімнен маңыздырақ, өйткені білімнің шегі бар. 6 жасар балаға бір нәрсе түсіндіре алмай жатсаңыз, демек ол нәрсені өзіңізде түсінбегеніңіз. Адамды естігені мен айтқаны қалыптастырмайды, еңбегі мен әрекеті қалыптастырады. Ақиқат тәжірибеде сынынан өте алатын нәрсе. Қиял күші барлық нәрсенің негізі. Сіздің күтіп тұрған көркемдік фрагменті секілді қиял күші білімнен де маңызды. Ойынның ережелерін жақсы меңгеріп ал, сонан кейін барып басқалардан жақсы ойнауды бастау керек. Сіз бірдей көзқарас пен ойлау жүйеңізді өзгертпесеңіз, туындаған проблеманы ешқашан шеше алмайсыз. Кітаптан тауып алатын нәрсеңізді ешқашан есте сақтамаңыз. Мен еш уақытта еш нәрсе үйретпеймін, тек қана оларды оқу үшін жағдай жасаймын. Ғылым қоршаған әлемнің барлық құбылыстарын жүйелеу арқылы жинаған адамзат ойының көп ғасырлық жұмысы. Адамдар велосипед сияқты, олар тек алға жылжу арқылы ғана тепе-теңдікті сақтай алады. Көп оқитын және өз миын тым аз пайдаланатын адам жалқаулықпен ойлауды әдетке айналдырады. Адамның ең жоғарғы тағдыры билік ету емес,